Сәлем достар, қандай керемет юбканы тігіп үйренетін боламыз. Мынау бел айналасы толығы, сосын екіге бөлесіз. Юбка мынадай болады. Етек жағы осындай полусолныш. Бөксесі 125-те екіге бөлесіз, 62-де 5. Оны екіге бөлсеңіз 31-де 25. Оған плюс 1 сантиметр қосасыз, 32-де 25 бұл алды. 31-де 25 о арты болады. Юбканың ұзындығына енді қараңыз. Юбканың ұзындығына плюс 3 сантиметр қосамыз. Бұна аралыққа 1 и астына 3 сантиметр қосасыз. 79 болды. Минус 30, мұна 30 сантиметрді аптастайсыз. 49, сонда жоғарысы 49 сантиметр болады. 30 сантиметрлік. Тізеден жоғары тұрады мұна. Бөкседен белді алып тастағандай 8,5 сантиметрін арқаға береміз, и 1 сантиметрін алдына береміз, и қалғаныны жанына қоятын боламыз. YouTube каналыма тіркеліп, осы арада колокольчик басып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазір кромкасын алып тастаймыз. Кромка деген наш шеті. Юбканы всегда осындай бойына қиылады. Бұл бойы деп айтылады кромка жағы. Кромка жоқ жағы ені деп айтылады. Мынау ені. Мәні достар, мен шетінде кромкасын қиып алдым. Екі бүктелді. Матаның оң жағы мынау. Сырты тескерісі. Тескер жағынан қиятын боламыз. 49 сантиметр белгілеп алдым. Осындай 3 сантиметр линейкаңыз болса, қоясыз, бүктеу жағына осылай сызып аласыз. Бұл обманкаға, осылай сызасыз, қалдырасыз. Енді бізге 32-де 25 керек. 32-де 25-ті белгілейміз. Бірлестіріп аламыз. Мынау алдыны сызып алған екен, бізде запас 4 сантиметр қалдыратын едік. Алдына 2, артына 2, соны ұмытып кетіппін. Осыны 2-ге бөліп аласыз, міне. Мына жерден 31-де 25, осыны белгілейсіз. Ар жағы уже как раз тігіске қалады екен. 4-те 2-ге бөліп шығамыз. Мынау арты, мынау алды, мынау тігістері, мынау 2 боковой тігіс. Артқы тігіс жағынан 10 сантиметр кіреміз. Енді бұны 13 сантиметр төменге түсіреміз. 2,5-де 2-ге бөліп, 1-де 25-тен 2 жағына бөліп, выточканы шұқырлығын шығарамыз. Мынау қате қыздар, жаңа адасып кеткенім. Мынау тігіс ақысы, мына тігісі. Тігіс ақысы. Ерден 1 сантиметр төменге түсіресіз. Енді 8,5-нен 2,5-ді алып тастасақ, 6,5 қалады. 6,5-ның 1 сантиметр алдына болатын болса, 5 сантиметр қалады. 5-імізді 2,5-нен бөлеміз. 2,5 артына, 2,5 сантиметр алдына. 19 сантиметр түсіреміз. Соған бірлестіретін боламыз. Осындай әртүрлі размерде сызсаңыздар, больше үйренетін боласыздар. Алдынан 1,5 сантиметр түсіріп, онда бірлестіретін боласыз. Алдында естеріңізде болса, прямой юбкада туры 7 сантиметр. Жоғарысының бәрі сол прямой юбканың почти сол қайталанады жоғарысы. Төмендегісін қазір көрсетем. Алдына 1 сантиметрден артық қоспайсыздар. Тізе жағы кішкене зауженный болу үшін мен 3 сантиметр кіргіздім. 3 кіргіздім. Енді осыны нағаны бірлестіремін. Тура зауженный прямой юбканың бір несі ғой, көрінісі, сантиметр запасты қоя қоясыз. Наған бірлестіре қоясыз. Мәна. Ұстап жүрейін. Бұл алды. Бұл арты. Арты. Бұл жаны. Бұл жан. Мына выточка. Алдыныкі, артыныкі, на тігісі, тігіс ақысы. Міне достар, тағын бір түсіндіріп өтейін. Мынау юбканың жоғары жағы. Мынаны, енінерден бияғы. Мына поясыны міне, уже 9, ені 9, бұлай просто кесіп аңыз. Кейін беліне 5 сантиметр қосасыз. 108-ге 5 сантиметр қосасыз, 113 қылып аламызда поясын дайындаймыз. Оны бөлек көрсететін болам. Енді мына етегін қылу үшін мынау қосылмайды. Бұл алдындағы обманкасы. Тігіс ақысынан бұлай 32. Енді осы жерден мына аралық 32 болу керек. Қиялатып қойып көресіз шамамен.
дұрыс келетін жерін белгілейсіз. Полусолнышко сияқты қиылады алды. Етек жағымның 32 ровно шықты. Енді осыны домалақ қылып бірлестіресің. И етегіні 30 сантиметрді белгілеп шығатын боласыз. 30. Бұл алдының етегі, алдыңғы жағы, иә? Артындағы тігісіне қойып аласыз. Сразу сыны минусовать етіп, нараны өлшеп алатын боласыз. 31. 32 емес, 31. Сонда 1 сантиметр алып істесеңіз болады. 19 болады. Етек жағын алдыны қиып алдық. 20 қылып, енді 30 етек жағы, иә? Енді арт жағын кішкене екі ымдап қию үшін жоғарыдан 25 сантиметр үстінде былай. Осыны тура сызып қылып сызаламыз. Мына жерден енді 19,5 қылып өлшейді екенбіз. 19,5, былай 19,5 өлшейсіз. Мына айнала 31 болады. Енді тура осы жерден бізге 30 сантиметр керек. 30-ды белгілеп шығасыз. Осылай, тура осылай. Мынау арты, мына тігісі. Мынау тігісі мынаның тұсына түседі. Мынау алды, мынау жаны. Жаны и мына жаны. Мынау жан, мына боковойға кеп бірлестіреді. Мына екі стрелка бірге тігіледі. И мына тігіске түсетін болады. Менің каналым сіздерге пайдалы болса, YouTube каналыма подписка жасап, колокольчикті басып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің әрбір әрекетіңіз маған деген қолдауыңыз болады. Міне енді қиятын боламыз, достар. Бірінші мынаны түзу қылып алып тастаңыз, адаспайтын боласыз. Ортадағы бұл пояс, иә, белдік. Қиып аламыз. Қиятын боламыз. Адасып кетпеңіз, иә, тігіс ақысына қиятын болыңыз. Міне, енді артын кесетін боламыз. Асты түзу болмаса, астын түзулеп кесіп қойсаңыздар да болады, 1 сантиметрді алып түсеміз. Бажым аламыз. Ортасын кішкене росичка береміз. Бұл ортасына түсу керек. Бұл экономдап қиғанымыз мынадай тігіледі. Боковойға келеді. Алдыңғы жағы, мынау арт жағы. Выточкасын өткізіп алуды өткен сабақта көргенсіздер, прямой юбкада, тура солай бетіп дұрыстап алып, выточкамызды өткізетін боламыз. Выточкамыз бірге бір өтті. Енді бұны оң жағынан, оң бүктеп тұрмын, мына терісі, мына іші. Енді бұны ровно қылып бүктеп аласыз да, осылай, тура осылай. Жаңағы 3 сантиметр белгілеген жайыңыз бар бұны. Тура соны қайтадан сыртына сызасыз. Ішіне емес, сыртына, Жаңа біз қиған кезде сыртына емес, ішіне сыздық қой. Бұны осылай сызасыз да, осыны бірінші өшірт, осыны тігесіз, сосын выточкалар тігесіз. Артқы выточканы өткізетін боламыз. Сіздерге линейка өте көп керек болады. Линейкаларыңыз болса, тіпті жақсы, ровно, әдемі тек сызылатын болады. Бұны қазір енді примеркаға дайындаймыз, машинкаға барып. Юбканы примеркаға дайындаймыз қазір. Под цвет жіпті мен өткізіп қойды машинкаға. Машинкаға сразу өткізіп дайындап алсаңыздар екен. Өйткені уақытты алмайын дедім. Мына артқы тігісі, мына жаны, бірінші осы жерді тігіп алаңыздар. 3 тігесіздер бұны. Алдына тігіп аласыз. Бірінші өшірт мынаны. 3 сантиметрді тігіп аласыз. Оң жағынан, тура сызықтың үстінен тігесіз. Мына жағына қарап отырыңыз, неға қисайып кетпеусің боковой. Закрепка бересіз. Закрепка беріп, мынаны тігіп алғаныңыздан соң, ішіні ашасыз. Бұл сыртында қалды, міне. Сыртында қалды. Бұны ортасын бұлай ашып, ортасындағын сындырамыз бұлай. Бұл ортадағы обманка болады, міне. Енді выточкалар тігіп шығамыз.
Басын закрепка береміз, аяқ жағын закрепка бермейміз. Ұзына бойы жіпті қалдырамыз. Вытычкаларды тігіп аласыз. Артындағы мына тігісті тігетін боламыз. Бізге 18 сантиметр қалдырамыз. Закрепка беріп тігіп алатын боламыз. Енді артындағысына мынаусын тігіп аласыз. Тігіске тігісі тура келу керек. Тігістің үстіне тігісіңіз түсу керек. Енді бұны 5-те тігіп примеркаға дайындасаңыз болады. Себебі мүмкін мынаны қысқартуы мүмкін, көтеруі мүмкін, мынадан алдыртуы мүмкін. Сол үшін пока примеркаға осылай 5-те тігіп дайындағаныңыз жөн. 1 сантиметр тігіспен тігіп. Бұл етек жағы. Алдыны дайындап аласыз, е? Алдыны наны ортасын бұлай бүктеп, тура осылай ашып, бір тігіс түсіріп қоясыз. Себеп жиналып қалмау үшін, е? Енді осының мына тұсына, мынаның алдыңғысына қоясыз. Булавкаға дайсыз. Центрына қоясыз да, и мынаны бірлестіріп тігетін боласыз. Мына тігіп алдық. Бұны мынадай өтіктеп дайындап қойсаңыз да болады, или после примерка өтіктесеңіз де болады. Мына тігістері тігіске түсуі шарт, е? Сонда әдемі тұрады. Примерка екен деп істей беруге болмайды. Примерканың өзінде примерно дұрыс тіксеңіз, уже готовый кезде әдемі шығарасыз. Асықпаңыз, ешқандай асығудың керегі жоқ. Асықпай әдемілеп тігуге тырысыңыз, е? Бұны үлкен шоқта тігесіз же, потом дұрыс болса қалдырасыз, дұрыс болмаса алып тастайсыз. Тігіске дейін 2-де келді. Енді мына жағына да тоже тура солай кетеді. До конца. Міне қыздар, примеркаға юбка дайын болды. Енді клиентке кигіземіз, көреміз. Міне юбканы тігіп алдық. Біз көрсеткен жоқпын тігуні. Мына разъютюшка оверлок жасап, 2 сантиметр запас қалдырғам. Артқы тігісі, боковой, алдындағы обманкасы тігіп үтіктедім. Вытычкалары түктелінген. Разъютюшка. Бұны қазір замок қоюға ашамыз. Тура бірінші юбканы, прямой юбканы қайта көріп шықсаңыз, қалай тігілу керек екен, бәрін сонда үйретем. Бұны примеркада астыны бірге қосып примерка жасағанбыз, бірге тігіп жіберіп. Қазір енді отдельно тігу керек екен көрсетемін. Негізі олай тігуіңізге де болады. Бұны да тігіп дайындап алдым. Бұның астында запас аз болады, 1 сантиметр. Артқындағы тігісі, боковойдағы тігісі. Енді бұны на лицосына қоямыз. Оңына қоямыз. Центрлерін белгілеп, тігістеріне қоямыз. Разъютюшка, тігіс, сызыққа түсу керек. Сонда аккуратно өзінде болып тұрады. Сызығына қоясыз. Осылай булавкаға да боласыз. 2 боковойын, оңына қойдым, е? Тігісі, сырт жақта тұр тігісі, е? Боковойдағы, боковойға қоясыз. Сызығына түссе өте әдемі көрінеді. Арттағы тігісіне қоясыз. Юбканың астындағысыны разъютюшка қылудың керегі жоқ. Не үшін юбка үйреніп атсыз? Өйткені юбка деген бұл көйлектің етегі деген ғой. Осылай модный көйлек тіксеңіз де болады жоғарысын. Юбкасын тігіп үйренсеңіз, кофта тігіп үйренсеңіз, кейін қосып бірге үйренсеңіз, жеңіл әрі оңай үйренетін боласыздар. Өте оңай, міне. Тура осыны 1 сантиметрде тігіп шығамыз. 1 болады запасқа. Осы бетінен тіксеңіз де болады, былай тіксеңіз де. Сәл кірістіріп тігу керек. Сонда сәл баланы әдемірек көрінеді. Ештеңені өзгерткен жоқпыз. Самый главный өлшемді дұрыс ала білсеңіз, юбканы да басқанды да тура шығара аласыз. Қазір 1 сантиметрде тігетін боламын. Мүмкіндік болса сызып алғаныңыз жөн.
YouTube каналыма тіркеліп, подписка жасап, лайк басып, не тігіп үйренгіңіз келеді, комментарий қалдырсаңыз. Міне тігіп алдым. Бәрін тігісіне дұрыстап қыламыз, оверлок қылып, енді үтіктейтін боламыз. Мына тігістері тігісіне түседі. Бұны қалай үтіктейміз? Өткенде айтқан мынандай колодкаларыңыз болса, тым жақсы. Мына былай сборка болып қамау керек, потому что бізде яғында сборка керек емес. Мән беріңіз, бүктеліп қамасын, үтіктегенде осылай тартып, тігісін төменге жабыстырып үтіктегеніміз жөн. Поясты прямой юбканы бір қайталап көріп шықсаңыз, поясты өте тамаша қондырғанбыз. Үйреткем қалай болатынын. Тура солай поясын тігетін боласыз. Юбканы міндетті түрде жақсылап үйреніп алыңыз, өйткені көйлек тіккен кезіңізде қиналмайтын боласыз. Үтіктеп дайындап алдық. Ең қысқа жеріні өлшейміз да, арттағы тігісімен. Ұзындығыны дұрыстап шығамыз. 28. Мына сызықты көріп тұрсыз, мынау 28-ді белгілеп шығасыз. Кассой болған жері мүмкін, кішкене ауған болуы мүмкін. Осылай айналдырып сызып шығасыз. Белгілеп шыққан жерімізді қиып шығатын боламыз. Осылай кесіңіз. Мынау тігіс кесіліп кеткен соң міндетті түрде закрепка беріңіз, әйтпесе сөтінеп кетеді. Қазір қиып болып, оны оверлок жасайтын боламыз. Міне көрдіңіз бе? Қия жерлерінің бәрі кішкене болса да ауады. Сол үшін міндетті түрде равнить етіңіз. Кассой қиылған бүткіл затты равнить ету керек. Кішкене болса да ауады, сол үшін етегі неровно болып қалуы мүмкін. Міндетті түрде ішіндегі жіптерді тазартып, закрепка беріп, оверлок жасап, сосын 0,1 қайырамыз. 0,1 дегеніміз бұл оверлоктың өзі ғана қайырлады деген сөз. Міне 0,1. Тура осы жерінен 4-те тігеміз. 4-те. Оверлоктың мына тігісінен 0,1 болып тұрады. Тура осы жерден тігетін боласы 4-те. Жақсылап үтіктейсіз, замок қоямыз. Закрепка берудің қажеттілігі жоқ. Сол үшін 0,1-ді тігіп кете бересіз. Только оверлоктың өзі қайырлысын. Міне юбкамыз дайын болды. Прямой юбканы, сонса юбканы көріп шықсаңыздар, поясты, замокты қалай қою керек екенін ол жерде жақсырақ түсіндіргем. Бұл жерде көрсетіп отырмадым, өйткені тура сол. Енді мына жерге обманканың үстіне мынадай түймелер алып келген. Бұлай қойып шығамыз. Самый главный білетініңіз мына жерден. Жоғарыда мына аралық 2 см төменде тұру керек. Сол кезде әдемі көрінеді. Мынаны ортасына қойып, мынаның аралықтарын бірдей қойып, осылай наваланға жеткізбей 2 см жоғарыда осылай пуговицасын қадап шығуымыз керек.